Құрметті Ақтөбелік бауырларым, мен Марат Қабижанұлы Ақтөбе қаласында тұрам, домбыра істеймін, кітап жазам. Осы өмірімде 60-тан кейін жазған кітабым 15-16-тай кітап жаздым. Бата берем. Енді ата-бабамыз айтады, ер қарттықтан қартаймайды, еркінен қартаяды дейді. Мына қазіргі індеттіге байланысты үйде отырған адамдарға айтарым, қарап отырмаңдар, талап істеп отырыңдар. Өнер үйрену керек. Өнер адамды қартайтпайды. Сол себептен мына біздің ата-бабамыз айтқан жемістің бәрі бұтақта, ақылдың бәрі кітапта депті. Мына кітапхана Ақтөбеде енді көрнекті кітапхананың бірі Сақтаған Байышев атындағы кітапхананың қызметкерлері маған осындай қазіргі оқырмандарға арнап өзіңіздің өнеріңізді көрсетіп айтқан болатын. Енді соны азғандай болса да сіздердің назарыңызға көрсетпекпін. Мына мен енді өзім осы мына қазір 500-дей осы кешегі жақынның араның арасында осы 500-ге жақын мынандай тиек істедім. Тиек, кәдімгі тиек, домбыраның тиегі. Домбыра істеймін. Міне көп тиекті әйтеуір қолым босаған уақытта тиек істеймін. Құлақ істеймін, домбыраның құлағын. Мына тиек болатын болса, міне тиектен мына көп мыңға жақын тиек істедім. Мына ішінің бәрі тиек. Мысалы, осының тиектің әртүрлі домбыраның тиегін істеп қойып атқаным, қазір уақытты пайдаланып, бұның тіпті ешқандай қиындығы жоқ. Үйренем деген адамға, бұрында да айтқан, үйренем деген адамға жапырақта ұстаз депті. Сол айтқандай міне қазір домбыраның тиегін істегенде мынандай қылып осында екі жағын жонып аласың, сосын мынандай неменен мынандай қылып екі бөліп осындай қылып нетіп аласың. Сөйтіп бұның бір ерекшелігі осыны жайменен кәдімгі өзінің неңменен домбыраның құлағына байланысты. Біреулердің құлақтары үлкен болады, біреулердің құлақтары кіші болады. Осындай қылып тұрып, кәдімгі қатты ағаштан. Мына ағаш орысша туып, біздің емен деген ағаш бұл. Өте қатты ағаш. Қатты ағаш болмаса, домбыраның құлағы тұрмайды. Өстіп, мынадай қылып тұрып, домбыраның құлағын істеп, барлық адамдар істеуіне болады. Кім болса сол істеуіне болады. Тек оған қолына мынандай құрал керек. Құралына қарап, міне, тіпті қиыншылығы жоқ ешқандай. Сол материалдан істеп алып, өзінің домбыраның құлағына мынандай қылып, міне, осындай қылып істейді. Бұның қиындығы жоқ екенін әрқандай адам қолына не алған, инструмент алған адам осындай қылып істейді. Ал енді мына осындай қылып тұрып істеп, міне домбыраның құлағын істеп жатырмын. Тиегін істеу үшін, домбыраның тиегін істеу үшін мынандай қылып алдыменен ағашты дайындап аламыз. Өзінің шамасына қарап, сосын ағашты мынандай қылып бір жағын болып, екінші жағын міне осындай қылып бұны да кесеміз. Сосын кескеннен кейін бұны дайындау да қиын емес. Домбыраның осындай қылып кесіп, одан кейін мына ортасын кішкене өзінің ойық жасау керек ортасына.
міне орта жасады. Енді осыны болғаннан кейін міне өзінің отырып осы жерден екі жерінен шекте ортасынан мынандай шек ұстап тұрады. Екі жерінен нетеміз. Сосын оны өзінің рабайына келтіріп, жақсылап тұрып келтіргеннен кейін осындай болғаннан кейін мынандай неменен наждаққа егіп, мен өзімнің үйде отырып үлкен мына дачада мастерскойым бар еді. Енді қазір мына коронавирустың жағдайына қарап үйде отырып істеп отырмын осының барлығын. Міне осындай қылып істеп, мына арасын екі нетіп, міне тиек дайын болып қалды. Осы тиекті осындай қылып тұрып істеп, міне мыңдаған тиекті істеп жатырмыз. Ешқандай әрбір адам, Ақтөбедегі әрбір адам оны істеуіне қолынан келеді. Ешқандай оның қиындығы жоқ. Ал енді домбыраны үйренем деген адам болса, мен әртүрлі домбыра істеймін. Міне Ақтөбеде Пампил 37-те тұрам. Қазір Ақтөбе телевидениесінде домбыралар сатылады деген жүгіртпе жол жүріп жатыр. Телефон соғуыңызға болады. Ал енді домбыра үйренем деген адамға айтарым, міне осы домбыраның тек екі ғана пернесінен бір өлеңді айтуға болады. Тіпті үйренем деген адамға ең оңай несі. Міне айтып көрейін, екі бір қарап отырмын. Сағындым сағым уақыт, күткендей мені бақыт, балалы ұяның қарлығаш қиялын ешкі алып тербелемін. Бақыттың өмірдің жұлдызын көгін аңсаумен мен келемін. Сағыныш ай, сенде бір арманым, сенде бір жалғаным. Сағыныш ай, сенімен бірге толқиды жаным мені. Сенімен бірге толқиды жаным мені. Енді оны айтып отырған, мына адам баласы бір жұмысты істеп отырып, екінші жұмыспен алса кетсе, үшінші жұмыспен, одан зеріксе, үшінші жұмыспен алса кетсе, мен мынандай 8 кітап жаздым. Әр қайсының ішінде 200 беттен, осының ішінде кілең даналық сөздер, дана адамдардың сөздері мынау. Бәр дана адамдардың сөздері. Ең кейіні осы қарап отырсаң, осыларды оқыған адам оқып өмірге өзіне үлгі алады, ләззат алады. Осындай қылып тұрып, кітап жазыңдар, домбыра істеңдер, бір басқа адамды өнер қартайтпайды қарақтарым. Мына індетке қарап, өзің ойланып мүжіле берсеңдер, адам одан сайын ауру болады. Бұрында атамыз айтқан, тәуекел деген жел қайық мінесінде өтесің, уайым деген тоңғиық батасында кетесің депті. Сол айтқандай адамның қартаймауына, адамның жақсы өмір сүруіне, болашаққа үміт болу керек адамда. Сол себептен мына коронавирустан қорықпаңдар. Құдайға шүкір, халқымыз бар, патшамыз бар, еліміз бар, үлкен басшыларымыз бар. Солардың айтқанын істесек, біз бәріміз де қор болмаймыз. Бәріміз біргеміз. Естеріңде болсын. Біз біргеміз. Рахмет.